Баршаларыңа сәлем. Бүгін малахитовый браслет дайындайтын боламын. Алдымен менің каналыма тіркелмеген жандар болса, тіркеліп, видеоны соңына дейін қарасаңыз болады. Енді осылай стаканымызды майлап, тәрелкемізге қойып, салатымызды жинайтын боламыз. Ол үшін бізге тауық еті, пісіп тұрған тауық етін осылай көбіктеп турап аламын. Енді пісіп тұрған сәбізімізді осылай көбіктеп турап алатын боламын. Бұнда енді осылай тәрелкемізге қойып, үстіне майонезімізді жағып, тұзымызды кішкене себелеп аламыз. Содан кейін тауық етін осылай жинайып, соңында үстіне тұзымызды осылай себелеп майонезімізді жағатын боламыз. Осылай майонезімізді жағып болғаннан кейін пісіп тұрған картошкамызды да дәл солай көбіктеп турап үстіне жинайтын боламыз. Тұзымызды себелеп майонезімізді жағып шығамыз. Енді жұмыртқамызды да дәл солай көбіктеп турап, осыны да үстіне қойып шығатын боламыз. Осылай сырымызды өткізіп дайындап аламыз өткіштен. Енді жұмыртқамызды осылай төсеп болғаннан кейін майонезімізді жағып, майонездерімізді жағып алып, үстіне сырымызды жинайтын боламыз. Осылай жинап алды. Енді әсемдеу үшін бізге кебеде осылай екіге бөліп, осылай төменгі жағынан алып шығатын боламын. Осылай жинап, қалауларымызша үрлесеміз болып, осылай кебеде пайдаландым. Және соленый огурцы осылай кішкене турап алдым. Енді жайлап, осылай стаканымызды алып, осылай соленый огурцымызды осы жерге қойып шығатын боламын. Неге осылай өз қалауларыңызша әсемдесеңіз болады. Мінекей біздің малахитовый браслетіміз дайын. Сіздерге рецептім ұнаса, осылай жасап көріңіз. Менімен бірге болып көргендеріңізге рахмет.